Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді шиеден компотты әзірлейтін боламыз. Өзімнің жасалу әдісімді сіздерге ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және де арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Ал кеттік ендеше бастаймыз. Ең әуелі бізге шиелер қажет, яғни шиелерімізді жақсылап жуып, 2-3 қайтара жуып, тазартып аламыз. Арасында езілген, жарамайтындарын алып тастаңыздар. Біздің әйтпесе банкілеріміз қыстың күні атылып кетуі мүмкін. Мінекей барлығын осылай тап-таза қылып алдық. Енді банкілерімізді міндетті түрде булап аламыз. Мен осылай мантаваркаға буладым 10 минут шамасында, және крышкаларымызды да қайнап тұрған ыстық суға салып 4-5 минуттай қайнатып аламыз. Ал енді тазартылған, жуылған таза шиелерімізді банкіге салатын боламыз. Мен осылай таразының көмегімен 400-450 шамасында өлшеп салып алдым. Қалауларыңыз бойынша одан аз немесе көп қылып салсаңыздар болады. Мінекей барлығын осылай жақсылап салып алдым, бірдей қылып. Енді осы банкілеріміздің үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып алатын боламыз. Міндетті түрде қайнаған болуы қажет. Суларымызды құйып, банкілерімізді толтырып, бетін жауып, крышкамен қалдыратын боламыз. Мінекей барлығын осылай құйып алғаннан кейін 20-25 минут көлемінде банкілерімізді осылай қалдырамыз. Ал енді 20 минут өткеннен кейін жаңағы суын осындай үлкен ыдысымызға құйып алатын боламыз. Осындай крышкамен жауып, барлығын төксеңіздер ыңғайлы екен, ешқандай шиеміз түсіп кетпейтін болады. Барлығын құйып алып, қайтадан отқа қойып, суымызды қайнатып аламыз. Ал суымыз қайнаған уақытқа дейін біз 2 литрлік банкімізге 250 грамм шамасында қантымызды салып алатын боламыз. Шиеміз қышқылдау болғаннан кейін мен осылай 250 граммнан қостым. Сіздер 200 граммнан қоссаңыздар да болады. Екінші рет қайнаған суымызды қайтадан жаңағы қант қосылған банкімізге толтырып құйып шығатын боламыз. Достар, менің каналымда түрлі рецепттер бар, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей барлығын толықтай құйып аламыз. Енді крышкамны қойып, осындай арнайы банка жапқышпен жауып шығатын боламыз. Өздеріңізге ыңғайлысын пайдалансаңыздар болады. Менде осылай екі жағын баса отырып, асықпай барлығын қысып жауып шығатын боламыз. Банкамызды міндетті түрде тексереміз. Банканы бір шетіне қарай аударып, яғни қолымыз құрғақ болса, банкіміз дұрыс жабылған болып есептелінеді. Су ешқандай ақпауы қажет, сонда біздің банкілеріміз дұрыс жабылатын болады. Осы жабылған банкілерімізді бетін жауып, теріс қаратып, бір күнге қалдыратын боламыз. Мінекей достар, осымен біздің шие қосылған компоттарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеоларда жолыққанша қош сау болыңыздар.